Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздермен торт Наполеон рецептімен бөлісетін боламын. Осы видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін. ұн, сүт, су, қант, жұмыртқа, сары май, кукуруз крахмалы, сірке суы, жұмыртқаның сарысы және ас содасы. Алдымен ұнымызды електен өткіземіз. Ұнымызға міндетті түрде мұздатқыштан шыққан сары майымызды үкіштен өткіземіз. Міндетті түрде суымыз мұздай болу керек. Жұмыртқаны, сірке суын мұздай суға қосып, жақсылап араластырып аламыз. ұн мен сары май араластырып қойған қоспамызға мұздай суымызды құйып, қамыр илейтін боламыз. Осындай қамыр болып шықты. Енді ұнымызды себелеп жіберіп, осы қамырымыздан бөлшектер бөлініп аламыз. Бөлінген бөлшектерге қамырымызды осылайтып ұнға себелеп дөңгелектеп аламыз. Жаңа қамырымыздан 13 дана қамыр шықты. Тарелкаға салып, енді пищевой пленкамен бетін жауып, 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Крем дайындайтын боламыз. Оған алдымен сотейнингімізге сүтімізді қыздырып аламыз. Жұмыртқа, қант, ас содасын салып, венчикпен араластырып аламыз. Кукуруз крахмалын қосып, тағы да араластырамыз. Қызып тұрған сүттен бір жартысын құйып алдым да, жаңағы енді қоспамызға қосып, жақсылап тағы араластырамыз. Араластырған қоспамызды сотейнингімізге құйып, отқа қоятын боламыз. Отымды жайлатып қойдым. Енді жаңа қоспамызды қойып, жақсылап араластырып тұрамыз. Қоспамызға қалған сүтті құйып, заварной креміміз қоюланғанша осылай венчикпен араластырып тұрамыз. Заварной креміміз осындай қоюланып шығу керек. Енді оттан алып тастаймыз. Оттан алынған заварной кремімізге сары майды қосып, жақсылап тағы да араластырып аламыз. Заварной креміміз дайын. Ысылай күйінде пищевой пленкамен жауып, толықтай суығанша қоямыз. 1-2 сағаттай тұрған қамырымызды тоңазытқыштан бір-бірлеп алып, қамырымызды оқтаумен жаямыз. Шошыққа етіп қамырымызды жайып алдық. Осындай дөңгелек формамызбен, пышағымызбен айналасын кесіп шығамыз. Шанышқымен өтіп шығамыз. 220 градусқа 5-7 минутқа пістіріп аламыз. Міне осылайтып қамырларымызды пістіріп алдық. Тортымызды жинайтын боламыз. Қамырымызды осындай дөңгелек формаға салып, үстіне крем жағамыз. Жиналған тортымыздың үстіне жаңағы қамырдан қалған бөлшектерді қолымызбен үгітіп, бетіне сеуіп шығамыз. Міне достар, біздің Наполеон деген тортымыз дайын болды. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағаныңыздар үшін көп рахмет. Сіздермен болған Гүлсезім.